Сәлем достар, арнада Нұрсұлтан Өмірбай. Бүгін сіздерге YouTube-тың ішіндегі алгоритм қалай жұмыс істейтіндігін түсіндіретін боламын. YouTube платформасында ең маңызды нәрсе сіздің видеоңыз болып табылады. Егер де сіздің видеоңыз қызықты болатын болса, ол видеоны адамдар соңына дейін көру себебінен ары қарай рекомендацияға шығатын болады. Егер де видео қызықсыз болатын болса, адамдар алғашқы 10-20 секундында ары қарай көрмей шығып кететін болса, ол сіздің видеоңызға өте қатты зиян болып табылады. Себебі сіздің видеоңыз қызық емес деп YouTube төмен қарай түсіріп тастауы мүмкін. Егер де ол қызықты болатын болса, ол поисктан да және рекомендациядан да былай главный страницадан шығара беретін болады. YouTube алгоритміндегі ең бірінші ескеретін жағдай ол показы. Яғни сіз каналыңызға видео салғаннан кейін, ол видео белгілі бір сан мөлшерде главная страница немесе рекомендация бөлімінде белгілі бір адамдарға көрсетілетін болады. Егер сол көрсетілген адамдар сол сіздің видеоңыздың обложкасына қызығып үстіне басатын болса, ол кезде сол клик арқылы сіздің видеоңыз ары қарай дами отырады. Яғни бұл жерде показы деген кезде сіздің видеоңыздың бетіндегі обложкаға қатты мән беру керек. Мысалға, сіз өзіңіз де видеоны YouTube-тан қараған кезде обложкасына қызығып немесе описаниедегі атауына қызығып кіретін шығарсыздар. Сол үшін де показы өте қатты рөл ойнайды. Показы сіздің видеоңыздың 50% тағдырын шешеді. Сондықтан да әр видеоңыздың бетіндегі обложка немесе YouTube-тың тілімен айтқан кезде значокты жақсылап әдемілеп оформлениесін жасау керек. Бұл жағдайда YouTube-тың алгоритміне байланысты тағы бір ұғым қалыптасады, ол CTR. CTR дегеніміз бұл сіздің жаңағы көрсетілген показыдың үстіне басқандағы кликабельностьтің санына шаққандағы көрсеткіш болып табылады. Мысалға, сіз видео салған кезде ол мейлі бір 100 адамға көрсетілетін болса, және сол 100 адамның 10 адамы сіздің видеоңызға үстіне басып өтетін болса, сол кезде CTR көрсеткіші 10% болады. Яғни дәл солай жаңағы показыға көрсетілген адамдардың көпшілігі үстіне басып кіретін болса, ол ары қарай 100 адамнан сразу 1000 немесе 2000 адамға, кей кезде 5000 адамға бірден көрсетіледі. Және сол 5000 адамнан да ары қарай тағы үстіне баса беретін болса, солайша YouTube алгоритм бойынша сіздің видеоңыз ары қарай рекомендацияға шығып отыратын болады. Мысал үшін, мына видеода соңғы 28 күнде показы мінекей, мына жерде 40 000 деп тұр, CTR көрсеткіші 59. Ал осы 40 000 показ, яғни 40 000 рет көрсетілген, сол көрсетілген кезде оның 2400 ғана осы видеоның үстіне басқан. Мінекей осы видео және CTR көрсеткіші 59 болып тұр. Егер бұл 10%-тің шамасында болатын болса, ол әрі қарай рекомендацияға шығуына болушы еді. Мына жақта мінекей рекомендуем видео аз болып тұр, 4,2%. Көбісі функция выбора контента, бұл көбіне подпискадағы адамдар немесе источниктен келетін, яғни Instagram немесе WhatsApp-тан келетіндер. Келесі қарастыратын мәселе бұл удержание. Удержание дегеніміз бұл адамның назарын ұстап қалу. Яғни сіздің видеоңыз қызықты болатын болса, адам оны басынан бастап аяғына дейін көретін болады. Сол кезде YouTube ары қарай рекомендация шығарады. Егер де сіздің видеоңызды алғашқы 10-20 секундтан көріп тұрып шығып кететін болса, ол видеоңызға өте зиян болып табылады. Максималды түрде видеоңызды қызықты қылып түсіру керексіз. Егер де сіздің қолыңыздан видеоны басынан бастап аяғына дейін қатты қызықты қылып түсіру келмей жатқан болса, ең болмағанда жартысына дейін кадрларды тез ауыстырып қызықты қылып түсірген дұрыс. Себебі YouTube-тың алгоритмі бойынша жаңағы удержание 40%-ға көрсетіп беретін болса, 40%-дан асатын болса, сол кезде рекомендацияға шығу мүмкіншілігі жоғары болып табылады. Және бұл золотая середина дейді ғой, орысша айтқан кезде. Удержание 40% болып тұрған кезде және CTR кейбір нишаларда 7-8% көрсетіп тұратын болса, ал кейбір нишаларда 15% көрсететін болса, сол кезде сол екі жаңағы көрсеткішке байланысты YouTube алгоритм бойынша ары қарай рекомендациядан шығаратын болады сіздің видеоңызды. Осы маңызды нәрселерді сіз ескеріп жүру керексіз әрдайым. Видеоны түсірген кезде осы 3 ұғымға қатты мән берген дұрыс. Яғни сіз видеоларыңызды максималды түрде кадрларды тез ауысатын қылып, адамдарды былайша айтқан кезде жалықтырып алмайтындай қылып түсіру керексіз. Сол кезде сіздің видеоңызды үзбей қарап, жаңағы келесі кадрларды күтіп, соңына дейін қарайтын болады. Сол кезде сіздің видеоларыңыз рекомендацияға шығатын болады. Достар, егер сіз YouTube-қа жаңадан келген болсаңыз және каналды жаңадан ашып, оның ішіне алғашқы 10-15 видео салып, видеоларыңыз әлі просмотр жинамай тұрған болса, әлі берілуге болмайды. Себебі YouTube сіздің каналыңызды алғашқы 2-3 аптада қандай бағытта дамитынын барлығын бақылайтын болады.
кей кезде бір аптадан кейін сіздің видеоларыңыз рекомендациядан және показылар көбейе бастайды. Бұл дегеніміз YouTube'тың алгоритміне ене бастаған деген сөз. Яғни сіздің нишаңызға байланысты сіздің конкуренттеріңіздің видеоларын адамдар қарап жатқан кезде солардың қасынан рекомендациядан шығатын болады. Солайша сіздің видеоңызға өтетін болса, YouTube'тың алгоритміне енді деген сөз. Сіздің видеоларыңызды басқа да сіздің нишаңызға ұқсас каналдардың қасында шығатын болады. Достар, айта кететін нәрсе, сіз әр видеоңызда арнаға тіркел және осы видеоға лайк бас деп көрермендердің естеріне салып отыру керексіз. Кейбір адамдар ойлайды, блогерлер қай каналда қарасаңыз да әрбір блогер өзінің каналына тіркелуін сұрап жатады. Осы каналдарға тіркеліп жатқандар бар ма деп сұрақ қойып жатады біреулер. Ол жұмыс істейтін процесс. Кез келген блогер өзінің видеоларында солай айтып отыруы тиіс. Яғни сіз видеоларда көріп жатқан көрермендердің есіне салатын боласыз. Әр видеода осылай айтып отыру өте маңызды болып табылады. Ал енді достар, сіз каналды жүргізіп, видеоларды түсіріп жүрсіз, барлығын дұрыс жасап жүрсіз. Бірақ сіздің видеоларыңыз рекомендация шықпайтын болса, бұндай жағдайда сіз ключевой слово, жаңағы теги барлығына мән беру керексіз, яғни оптимизациясына. Видеоларыңызға байланысты ключевой сөздерді барлығын тауып астына описаниеге жазу керек болады, немесе астындағы теги бөліміне. Бұның барлығы сіздің видеоларыңыздың поисктан жоғары қарай шығуына үлкен үлесін қосады. Рекомендациядан шықпайтын болса, сізге трафик поисктан келсе де уақыт өте сіздің видеоларыңыз жоғары қарай өсетін болады, яғни рекомендациядан шығатын болады. Кейбір видеоларда поисктан 70%, 80% трафик поисктан келіп жатады. Яғни поисктан қалай осыны жасауға болады деген сияқты запрос жазған кезде сіздікі бірінші, екінші тұратын болса, сол арқылы да сіздің каналыңыз дамитын болады. Яғни трафикті 50% поисктан немесе 50% рекомендациядан деп үміттеніп настройка жасау керек болады. Және де достар, ескеретін жайт, сіз YouTube-қа видео салған кезде өзіңіздің видеоға алғашқы лайкты басуды ұмытпаңыз, және астына комментарийға сіз осы видео туралы қандай пікір қалдыра аласыз деген сияқты сұрақ немесе жаңағы көрермендерге бір сұрақ қоюыңызға болады. Солайша сіз комментарийға астына адамдар комментарий толтырып, сол кезде ол да үлкен үлесін қосатын болады. Алғашқы лайк басқан кезде ол лайкты кім басқанын YouTube көрсетпейді. Кім басса да барлық сол лайк бір деп тұратын болады. Сол үшін де алғашқы лайкты өзіңіз басып қойған дұрыс. Себебі оны көрген адам бір болып тұрмасын, 2 немесе 3 деп солайша ынталануы мүмкін. 0 болып тұратын болса, ешкім баспаған, демек мен де баспай қойын деген сияқты ой қалыптасуы мүмкін. Достар, енді мен сіздерден сұрайын, осы видео сіздерге пайдалы болса лайк басуды және арнаға тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Келесі видео сабақтарда көріскенше сау болыңыздар.